Сәлем достар, бүгін сіздермен қалай Google аккаунтты тез өшіруге болады. Сол туралы бүгінгі видеода тез-тез сіздермен бөлісетін боламын. Видеоға ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бұл Android телефондарға арналған, және де ең алдымен біз настройка бөліміне кіреміз. Настройка кіргеннен кейін аст жағына түссек, бізде Google'дың астында учетная запись и архивация деп тұрады. Және де осы жерді басамыз. Және де тағы бір айта кетерлік жағдай, басқа телефондарда, дәл осындай Samsung телефондарда басқаша да жазылып тұрады, оны осы видеоның астына қалдыратын боламын. Учетная записи дегенді басамыз, және де төбеде тұрған учетными записями дегенді басамыз. Және де осы жерде сіздерге қай аккаунтты өшіргіңіз келеді деген осындай өздері көрсетеді. Сол кезде өздеріңіз таңдайсыздар. Мен мысалы біріншісін өшіргім келеді. Және де осы жерде аккаунт Google дегенді басамын. Осылай сіздерде загрузка болады, және де осылай шығады. И осылай шыққаннан кейін біз данные и конфиденциальность дегенді басамыз. Және де астына түсетін болсақ, бізде удаление аккаунта Google деп тұрады. Осылай шығып тұрады. Және де осы жерде мысалы мен осы аккаунтымның паролін білмеймін, сол себепті забыла пароль етемін. Және де осы жерде продолжить батырмасын басамын. Использовать рисунок. Осылай продолжить деген батырманы басамын. Және менде дәл осылай шығып тұрады. Және де мына жерде осы жерде оқып шықсаңыздар болады. Мына жерде барлық нәрсе, осы аккаунтқа қатысты барлық нәрсе өшірілетін болады. Осылай, осы жерде мына екі галочканы басатын боласыздар, және де удалить аккаунт дегенді бассаңыздар, сіздердің аккаунттарыңыз сразу өшірілетін болады. Егер бүгінгі видео сіздерге пайдалы болған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, себебі бұл канал сіздерге өте пайдасын тигізері анық.